Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жібек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Құймақтарға сода, разрыхлитель қосылмаса да өте жұп-жұмсақ, жұқа видеода көргендеріңіздей нәзік болып шығады. Табағымызға жұмыртқаны салып, жарты шай қасық тұз салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Енді қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көпіршігеннен кейін сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, мен салқын күйінде қоса беремін. Енді ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды да електен өткізген жоқпын. Енді газдалған суымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Салмамыз қатты көпіршитін болады. Енді осының үстіне сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді табамызды отқа қойып, үстін майлап, жақсылап қыздыратын боламыз. Құймақтарымызды қатты отта пісіру керек. Сонда жұп-жұмсақ болып шығады. Міне видеода көргендеріңіздей құймақтарымыз ажурный болып шығады. Осылай барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Қаймақпен, джеммен, вареньемен ұсынсаңыздар болады. Тіпті ыстық салма жасасаңыздар да өз еркілеріңіз. Осы құймақтың рецептісімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.